Жуықта ғана Қазақстан Жазушылар Одағының қолдауымен Алматыда Қазақстан ұлттық кітапханасының кең залында Мұқағали журналының 20 жылдық мерейтойы болып өтті. Бұл жиналыста Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы Мереке Құлқынов сөз алып, Мұқағали журналын 20 жасымен құттықтап, журналдың алдағы жылдарына сәт сапар тіледі. Жиналысқа Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев арнайы келіп, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақтың ағиық ақыны Мұқағали Мақатаевқа деген құрметімен ыстық ықыласқа толы лебізін жеткізді. Сонымен қатар Алматы облысы әкімінің орынбасары Ғани Майлыбаев облыс әкімінің құттықтауын ала кетті. Және Алматы қаласы Мәдениет басқармасының басшысы Дәнияр Әлиев, Райымбек ауданы әкімінің орынбасары Жанарбек Жақсылықовтар қала аудан әкімдерінің құттықтау сәлемдерін оқыды. Мұқағали журналының бұл реткі бас қосу жиналысына Қазақстанның халық жазушысы Смағұл Елубай, Қазақстан мемлекетінің республикалық сыйлықтың лауреаты Нұрлан Оразалин, халықаралық ЮНЕСКО сыйлығының лауреаты Қазақстанның құрметті жазушысы Жұмаш Көкберлер сөз алып, Мұқағали журналы жайлы ақынның өмір кешулері не аз кем тоқталып, өз әсерлерімен бөлісті. Мұқағали Мақатаевтың бұл реткі бас қосуына Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі Көк тудың желбірегені өлеңінің авторы Алмас Ахметбек бастаған ақын жазушылар келді. Мұқағали журналының бас редакторы Дүйсен Мырзаның осы журналда жұмыс еткеніне бірнеше жыл болса да, оның ерекше ізденісте екенін басқалар баса айтып өтті. Ақын Мұқағали Мақатаевты сүйіп оқитын Дүйсен Нұрсағат сонау Орал облысынан ат терлетіп арнайы жиынға келгеніне куә болдық. Құрметті қазақ елі, Мұқағали журналы әр қазақтың үйінде тұрса, нұр үстіне нұр емес пе? Мен редакцияның адресі, телефон номерлерін қалдырдым. Журналға жазылып, алып, оқып, Мұқағали Мақатаев туралы құнды деректермен бөлісіп, хабардар болып жүрсеңіздер екен. Бұл реткі жиналыста Мұқағали өлеңдері оқылып, әндер шырқалды. Мысалы, елге танымал әншілер Сұлушаш, Таңжарықтардың әндері жиналған елді желпіндіп тастады. Жиналыс Амантай қажының батасымен аяқтады. Тыңдарман қауым, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайық басып, өз лебіздеріңізді қалтыра кессеңіздер, маған деген үлкен қолдау болар еді. Мен Мұқағали туралы мына бір өлеңімді осы орайды пайдаланып назарларыңызға
osunuğdu jön gördüm. Kabul alыңızдар. Mаңдайдағы сәуле шашқан bir жұлдыз. Мұқағали саналардың сардары, әр қазақтың бойтұмардай ардағы. Аталғанда мақатайып есімі, балық қабат балықшының қармағы. Мұқағали өлеңдерін жаттаған, әрбір адам зерделерде сақтаған, құнар өлең шумақтарын оқысаң, атбегідей сені бірден бақтаған. Бөгөн міне той боп жатыр қалада, ағылды оған зиялы мен данада. Мұқағали атымен аталатын бір журнал 20 жыл ел ішіне тарауда. 20 жыл бір адамның ғұмыры, жинақталған маржан сөздің шоғыры. Ескі алып ел Мұқағали ақынын биіктігін көзбен көрді Мұқағали тоғыры. Балабақша есігін енді аттаған бүлдірсін, апайларын сәби тілмен күлдірсін. Өлеңін мен айтамын деп бұл бала чаппай алды бақша тіккен жүлдесін. Мұқағали өлеңін жаттамаған бала жоқ. Өйткені ол поэзияда қара көк. Әр баланың жүрегінен орын тепкен жыр жолы сезіледі санасында әр баланың дара боп. Жалаң аяқ қызды айтқан әнші жігіт қарағын. Ғашығыңа сен неге дәміл-дәміл қарадың? Ақын Мұқаң сол өлеңін жазғанда жүрек қылын чертемін деп ойлады ма адамның? Кәрімен жас сырласына айналған, жиын тойдың қазанында қайнаған Мұқағали жырларының құдіретін қарашы, кітаптары ол жазған сөрелерде қалмаған. Поэзиян жұмаржан шашылған, талай сана Мұқаңды оқып ашылған. Қарт ананың сандығының түбінен Мұқағали өлеңдері табылған. 6 жасар жас бала атқа шауып барады. Астындағы арғымақтың көзі оттай жанады. Жүйрік аттың жалын құшқан жас бала Мұқағали өлеңдерін жатқа айтып барады. Мұғалима бастады әдебиет сабағын, шәкірттері торлап алды жан-жағын. Оқығанда Мұқағали өлеңінен үзінді, сынып іші дүр етті, қара оның салмағын. Тілге жатты көкейлерге қонымды, бере салат бірден саған өнімді. Мұқағали жазып кеткен әр шумақ оқырманға гүл десті дей көрінді. Оқырманның арзуданын қайраған, бол-бол торғай бұтағында сайраған. Мұқағали өлеңдерін қазақта оқымаған бірде-бір жан қалмаған. Қайран ақын тірлігінде қиналған, кәрі жасты бірдей көріп сыйлаған. Сол Мұқаңды ренжіткен кей жандар еріксізден кейін қатты ұялған. Кітаптары Мұқаңның киелі деп саналған, әне содан бар қазаққа таралған. Оны оқыған әрбір қазақ баласы өзіне тек рухани нәр алған. Мұқағали қазақ барда өлген жоқ. Ол қайтқалы ондай ақын келген жоқ. Маңдайдағы сәуле шашқан бір жұлдыз, ойлаш сөзің сөну үшін жанған жоқ. Өлеңді жазып назарларыңызға ұсынған Құнанбай Байженұлы. Домбырамен сүйемелдеген Қызырхан Бабағұмарұлы.